Құрметті оқырман, әңгімені тыңдамас бұрын арнаға тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Танысқан күні қызбен аунаған ағай. Болған оқиға. Ақсу ауылында Қасболат деген ағай бар. Өзі зейнеткер, ешбір жанға зияны жоқ момын адам. Ешқашан даусын көтеріп сөйлемейтін кісі. Әйелі Мағрипадан бір мүшелдей үлкендігі бар. Жиен болған соң бірде, «Қасеке, осы сіздің жеңгемен танысқаныңызды құрдастарыңыз қызық қып айтуда. Сол жайлы өз аузыңыздан естісем деп едім», деп қолқаладым. «Жиенжан, білгің келсе айтайын. Менің де басымнан өткен оқиға біреуге қызық көрінетін шығар», деп насыбайын атып жіберіп әңгімесін бастап кетті. «Әскерден келгеніме 10 шақты жыл өткен кез. Ауылда трактор айдаймын. Ата-анам қолымызды ұзартып келін түсірсейші, деп күнде құлағымның құртын жейді. Оның үстінде құрдастар да мазалап қояр емес. Өзі ұялшақ адамға әсіресе қызбен сөйлесу дегеннің қиыны екен. Бірде-бір туысымның үйіне шөп түсіріп бердім. Ол кезде туыстың ғана емес, дос, жаран, көрші-қолаң, тіптен танымайтын адамдардың да шаруасын ешқандай ақысыз тегін істеп бересің. Тек алғыс батасымен асын қойып жатса бір жартысын ішіп кетесің. Тек өтініш айтса болды, орындайсың. Орындамасаң ұят. Шөпті түсіріп болып, телешкімді қайта жалғап, енді кеткелі тұр едім. Өсекші жеңге үйге кіріп шай ішуімді өтінді. Жеңгейді ренжітіп алмайын деп ішке кірдім. Сөйтсем, осы үйдегі мектепті биыл бітірген қарындасымыз техникумға оқуға түскен екен. Ол кезде техникумға оқуға түсу деген үлкен мәртебе. Ал институтқа түсу Раббайда ғана болатын жаңалық еді. Ол қыз кішігірім той жасап, жастар вечері болып жатыр екен. Үлкен залда пластинкамен әйгілі Абба мен Хаддуба деген музыка ойнап тұр. Жастар дастарханға енді отырғалы тұр екен. Өсекші жеңешем трактор киімімен мені төрге шығартты. Ұяттан жерге кіріп кете жаздап отырмын. Қыздардың бәрі тап-таза киініп, бастарын бигудимен бүйралатып, үстеріне хош иісті әтір сепкен. Жігіттерде ақ көйлек, қара шалбар киген. Менің қолым май-май, ұялғаннан ештеңе жей алмай, қолымды дастархан астына тығып отырдым. Бір кезде осы ауылдағы нішектердің бірі, «Аға, тілек айтыңыз», деп ахаңнан құйды да қырлы стақанды алдыма қойды. «Қайбір тілек айта біледі дейсің? Қарындасым, оқуда озат бол», деп тартып жібердім. Сәлден соң тағы құйылды. Әдемі қызып алған соң алдымдағы астан ала бастадым. Байқаймын, дастарханның сол жақ жиегінде топ-томпақ, көзі доп-домалақ қыз маған қарап көз қырын салып отыр екен. Ішке ахаң кірген соң батылданып әлгі қызбен сөйлесейін десем, арамызда 5-6 қыз жігіт отыр. Бір ыңғайын тауып, «Қарындас, атың кім?» дедім төрде отырып. Анадай жерде отқан қыз даусымды бірден естіді ме, «Мағрипа», деді. Одан кейін сөйлескеніміз жоқ. Жастар дастарханнан тұрған соң билейміз дегенде үйге барып киініп келгім келді. Үйге келе сала анамның легенге толтырып қойған кірін түн ортасында сабындап тұрып жуа бастадым. Қолымның майы кетті-ау дегенде киініп алдым да өсекші жеңгейдің үйіне тартып отырдым. Келсем, вечер тарқай бастапты. Сырттағы жігіттер бір жарты пішендікті жұқалап отыр екен. Орталарына алып бір стақан құйды. Тартып жібердім де, «Мағрипа деген қыз қай жақтікі? Руы не?» дедім інішектерден. «Жалағаштікі, руы мөңке. Ол кімнің үйіне келген қыз?» «Осы үйге». «Маған сол қызды шығарып беріңдерші. Тракторшы ағай келді десеңдер өзі шығады», дедім. Мағрипа көп күттірген жоқ. Үстіне ұзын етекті белбеуі бар әдемі көйлек кисе, аяғында каблук аяқ киім. Мен басыма ақ қалпақ, аяғыма платформа туфли мен кала-кала шалбарымды киіп, қолыма костюмымды іліп шықтым. «Мағрипа, серуендеп қайтайық», дедім қыз шығысымен. «Ағай, Ақсуда қайда серуендемедікпіз», деді қыз. Ол кезде ауылдағы клуб әлі салынбаған кез. Жалғыз магазиніміз сағат 6-да жауылып кеткен. Басқа барар жер жоқ. «Әйтекке кеттік», дедім.
Сөйтсем ол қыз Әйтек каналын бір қызық нәрсе шығар деп соңымнан ере кеткен екен. Ол кезде Әйтекте көпір жоқ, арғы бетке пароммен өтесің. Сол маңға әкелдім де Әйтек каналының бойында суға түскен ай сәулесіне қарап үнсіз отыра бердік. Үстімдегі костюмымды иығына жаптым. Құшақтауға баталар емеспін. Арамызда тағы бір адам сүйіп кететіндей аралықта отырмыз. Қыз-жігіт болып еріндерінен сүйіп алайын десем, өмірі сүйісіп көрмеген басым қалай сүйісу керектігін де білмеймін. Ол да білмейді екен. Не істерімізді білмей отыра бердік. Маса жаудай, алақанымызбен қағып отыра береміз. Әй, сол түні Әйтек жағасындағы 2-3 мың масаны екеулеп өлтірген шығармыз, деген Қасекең бір күлдіріп алды да әңгімесін одан әрмен жалғай түсті. Темекіні қайта-қайта тарттым. Онсыз да әңгіме айта алмайтын адам қыздың қасында отырған кезде тілі мүлдем байланып қалады екен. Ішімдегі бәле бойымды қыздырып барады. Бірақ шыдап отырмын. Бірдеңе десем, қызды үркітіп алам ба деп қорқамын. Өйстіп, 1 сағаттан астам уақыттай отырдық. Бір кезде қашан көргенімді қайдам, бір кинода 2 ғашық төбеден ылдиға қарай құшақтаса аунағаны есіме түсті де, Мағрипа, аунайықшы, дедім, күйіп тұрған алақанды қолыммен шап беріп. Қалай аунаймыз? Аунағаны несі? Деді қыз. Кел көрсетейін деп қызды құшақтап алдым да төмен қарай қозақтаса жатып алып аунай кеттік. Жекке түскен соң қол ұстаса қайта көтерілеміз. Төбеге шығамыз да төмен қарай қайта аунаймыз. Өстіп үстіміз әбден былғанғанша аунадық. Шамамен 10 шақты рет аунадық. Сосын үйге қарай қайттық. Нағашыге сүйіскен жоқсыздар ма? Жоқ, тек аунадық. Қызық екен, деп күліп жібердім. Бала дейтіндей бала емеспін. 30-дан асқан кезім. Қайдан білейін? Өмірі қызға барып көрмеген басым не істерімді білмей жасаған әрекетімнің түрі ғой. Егер ішімдегі ахаң мен әлгі кино есіме түспегенде аунауды да білмейді екенмін ғой мен сорлы, деп жастық шағындағысын еш қоспасыз оқиғасын айтып берді Қасекең. Содан кейін ол қызбен кездесіп тұрдыңыз ба? Жоқ. Енді қалай үйлендіңіз? Өсекші жеңгемнің үйіне жақындап қалғанда, маған әйел боласың ба? Деп едім, боламын деді. Олай болса, ертең үйіңе кетпе. Мен сені осы үйден үйме алып барайын. Әке-шешемнің шымылдығы дайын, дедім. Қыз не деді? Иә, деді. Осылай үйлендіңіздер ме? Иә. Керемет. Жұрт сияқты шалтай-балтай болмай-ақ бірден үйленіп алдық. Әркімнің басындағы тағдыр бір-бір кітап дегені рас-ау? Былайынша қарасаң, ешқандай да романтика жоқ сияқты болғанымен өзінше таңсық қызық оқиға. Қазір Қасекең ұл қыздарынан немерелерінің ортасында шөбереден дәметіп отқан жайы бар. Егер аунамағанда бұлай болар ма еді?